Сәлем баршаңызға. Сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазылы. Егер сізде тамақ қорытылмайтын болса, онда осы 5 тағамды жеп үйрену керексіз. Жалпы тамақ қорытылмаған кезде, демек сіз бір затты дұрыс емес істеп жүрсіз деген сөзді білдіреді. Немесе сіздің ағзаңызда ас қорыту жүйесінде бір қандай да бір проблеманың пайда болуын айтсақ болады. Негізінде желінген тағам ол тез арада қорытылып кету керек. Егер тұрып қалатын болса асқазанда, немесе ішекте тұрып қалатын болса, запор болады, асқазанда тұрып қалса, қыжыл, изжога деген сияқты заттар шақырады. Одан бөлек симптомдар оң жақ, сол жақ қабырға асты ауруы мүмкін. Осының барлығы ас қорыту жүйесінің ақаулары бар деген заттарды білдіруі мүмкін. Енді мен сіздер үшін арнайы осы бір медицинский статьяны оқып шықтым. Бұл Джон Хопкинс деген университеттің ақш-тағы зертхана нәтижесінде адамдар үшін ең жақсы тамақты қорытуға көмектесетін немесе ас қорыту жүйесіне көмек беретін осы 5 тағам туралы жазған. Осыны қазір мен түсіндіріп айтатын боламын. Егер өмірлеріңізге осы заттарды қолданатын болсаңыздар, бұл сіздің ас қорыту жүйеңізге өте жақсы бір әсер етіп, ас қорыту жүйесінің проблемаларын шешуге көмектесетін заттар болып табылады. Сол себепті өмірлеріңізге қолдану керексіздер. Жалпы айтқым келгені осы. Каналға дәрігер подкасты комментарий кетіңіз, ал мен бастаймын. Ең бірінші продукт бізде ас қорытуға көмектесетін дәнді дақылдар болып табылады. Мен қазір онда айтып тұрған жоқпын. Дәнді дақылдар дегеніміз ол осындай заттар. Жалпы жаратылыс бойынша дәнді дақылдардың сыртында клетчатка деген зат бар. Капсуласы бар, клетчаткасы бар, оның слойлары бар. Бәрі былай айтқан кезде жаратылыс бойынша негізі дәнді дақылдар өте сбалансированный болып жасалған. Адам ағзасына сіңімді болу үшін витаминдер де толық, микронутриенттер, макронутриенттер бар, витаминдер де бар. Осының барлығы адам ағзасына целиком көмектеседі. Қазіргі таңда мысалға күріштің өзін алып қарайтын болсақ, күріштің сыртқа оболочкасы жоқ. Олар аппарат арқылы өзінің технологиясы бойынша күріштің сыртын алып тастайды. Негізі күріш аппақ болмайды еш уақытта. Күріштің негізгі түрі ол басқаша да, ол негізгі түрі өте басқаша болып тұрады. Бурый рис деген мысалға күріш бар. Оның сырты кәдімгідей оболочкасы болады. Қазіргі таңда күріштердің сыртын шлифовкамен алып тастағаннан кейін ол кәдімгідей ағзаға 98% тек углеводты ғана алып келеді. Оның ішінде пайдалы ешқандай микронутриенттер жоқ. Күрішті алып қарайтын болсаңыздар, өйткені оның сыртын бәрін, ең пайдалы заттың бәрін алып тастаған күріштен. Дәл сол секілді басқа да дәнді дақылдардың барлығын обработкаменен өзінің натуралдық жүйесін алып тастаған. Сол себепті кеңесім дәнді дақылдар жеуге болады. Бурый рис жеңіз, бірақ сыртымен жеңіз. Болмаса маркетке барып зат таңдайтын кезде дәнді дақылдарының кәдімгідей қатты обработка жасалмаған түрлерін алып қолдансаңыздар болады. Бұл сіздің ағзаңызға және тамақ қорытуыңызға өте жақсы көмектесетін бір зат болып табылады. Екінші зат ол бізде жасыл жапырақты салаттар болып табылады. Жалпы жасыл жапырақты мысалға не жатқызсақ болады? Листья салата бар, корень, листья лопуха бар мысалға, одан бөлек неше түрлі салаттардың, жапырақты салаттардың өте көп түрлері бар. Соның любой түрін қолдансаңыздар болады тамақтанған кезде. Байқаған шығарсыздар, осындай жасыл түсті салаттар жеген кезде сізде энергия пайда болады и ас қорыту жүйеңіз жақсырақ жүретін болады. Ол не үшін? Өйткені жасыл түсті жапырақтарда бізде құрамында хлорофилл деген зат бар. Хлорофилл дегеніміз жалпы жасыл түсті өсімдіктерден алынатын сығындыны айтады. Сол себепті жасыл жапырақтарды, салаттарды егер қосатын болсаңыздар тағамдарыңызға, бұнда бұл сіздің тамақ қорытуыңызға өте жақсы көмектесетін болады. Үшінші зат ол бізде майлы емес еттер
жалпы еттің барлығы негізі біздің ағзамызға пайдалы. Етті мысалға исключать етіп тастайтын, рационнан полностью алып тастайтын вегандардың мысалға несін қарайтын болсақ, ағзасын, оларда өкпелермен проблемдер пайда болуы мүмкін. Болашақта миға витаминдер жетіспеуі мүмкін. Жалпы содан кейін жаңағындай неше түрлі жалпы проблемдерге алып келуі мүмкін витамин жетіспеушілігінен. Сол себепті полностью еттен отказ бермей-ақ етті жіберсеңіздер болады. Бірақ та тек қана қызыл етті ғана жемеңіздер, өйткені көптеген исследованиялар бойынша қызыл етті үлкен количествода және күнделікті түрде жейтін болсаңыздар, қызыл ет неше түрлі проблемдерге алып келеді. Сол себепті ақ етті комбинировать ету керексіздер, араластыру керексіздер. Мысалға, бір-екі күн қызыл ет жедіңіз ба, болды, бір-екі күн ақ ет жеңіз. Тауық етін, индейка мысалға, тауық, гусь, тағы басқа сияқты. Осылай комбинировать етіп, сіздер тамақтанған кезде солай ауыстырып тұру керексіздер. Содан кейін қатты майлы еттерді жемеу керексіздер. Өйткені кішкене қызыл еттің өзінде мысалға қатты майын жейтін болсаңыздар, бұл особенно осы ас қорыту жүйесінің дұрыс функциясына әсер етуі мүмкін. Көріп тұрғандарыңызда ұйқы безі майдың бәрін қорытатын осы ұйқы безбен және бізде өт қалтасы болып табылады. Бұл екеуі өзінің ферменттерінің барлығын құяды қорыту кезінде. Және осы органдарының қиналып жұмыс жасағанын қаламасаңыз, онда тамақтанған кезде сіздер кішкене полностью жеме деп айтпаймын, бірақ та қатты животный жырларды қайта-қайта жіберуді кішкене тоқтату керек адам баласы. Енді болады, арасында жеп тұрсаңыздар, бірақ көп емес та, өйткені ол ағзадағы плохой холестеринді өсіруі мүмкін. Және сосудтарыңызға онша емес зиян тигізуі мүмкін да, сосудтарыңызға. Содан кейін қандай ет жейміз дейсіздер ғой, енді қараңыздар, майы аз ет жесеңіздер дұрысырақ болады негізі. Сол особенно сіздің ас қорыту жүйеңізбен проблема болған кезде, осы қатты майлы емес, жеңіл жаңағындай болады ғой, бір мысалға кесек, қара кесек ет мысалға, одан бөлек тауықтың еті болады, жеңіл болады да. Индейка мысалға тоже жеңіл еттерге жатады, балық тоже жеңіл еттерге жатады. Осылай тамақтансаңыздар, ас қорыту жүйеңіз орнына келіп бастайды және ас қорытуыңыз орнына келеді. Төртіншісі бізде фруктозасы аз фруктылар жеу. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз, егер алма, груша деген сияқты заттарды жейтін болсаңыздар, бұлар ішіңіздің кебінуін алып келуі мүмкін да, ішіңіз ісініп кетеді. Сол себепті ішті істірмейтін, мысалға банан секілді заттар жесеңіздер болады. Банан біздің ағзамызға негізі пайдалы өте. И фруктозасы да қатты көп емес негізі ода. Клетчатка болып табылады, кишечниктағы бактериялардың санын көбейтуге көмектесетін бір керемет продукт. Сол себепті бананды жеуге өзіңіздің әдетіңізге айландырсаңыз болады. Бесінші суперпродукт бізде авокадо болып табылады. Авокадо дегеніміз ол король фруктов немесе овощей деп айтсақ болады. Құрамында өте көп минералдар бар, өте көп пайдалы майлар бар. Құрамында ағзамызға керекті бүткіл пайдалы заттар бар. Және де авокадоның бір ерекшелігі адам ағзасына өте жақсы энергия береді. То есть сіз мысалға азанда авокадо жейтін болсаңыз, сіз түске дейін вообще тамақ жемесеңіз де болады. Кейбір адамдар азанда авокадо жесе, мысалға, олар кешке дейін даже жүре беруі мүмкін. Не үшін? Өйткені құрамындағы майлар өте көп. Жалпы майдан тұрады ғой авокадо деген. И оны жеген кезде қарныңыз ашпайды. И бұл өте жақсы энергия береді. Сол себепті авокадоны жеуді әдеттеңіздер. Тағы бір жақсы жері бұл асқазан слизистыйын, мысалға көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде асқазан слизисті оболочкалар бар. Мына көріп тұрғандарыңызда асқазан органы 12 келшек мына тұрады. Осы именно асқазан
асқазан функциясына ішіндегі секрециясын жақсартып, авокадо түскен кезде обволакивать етеді да, мынаның бәрін жаңағы орнына келтіреді, слизистый оболочкасын, и мына 12 белшектің дұрыс функциясына көмектеседі. Сол себепті авокадоны жеуді әдетке айналдырыңыздар. Жалпы айтқым келгені осы. Егер мен консультацияма жалғыңыз келсе, осы WhatsApp номерға жазсаңыз болады. Бізде қазір онлайн консультация ашық тұр. WhatsApp арқылы болады. Басқа видео көріңіз келсе, ас қорыту жүйесі бойынша төбеге ссылканы шығарып қоямын, қарап шықсаңыздар болады. Міндетті түрде өте маңызды заттар бар. Өйткені егер сізге осы видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк комментарий кетіңіз. Серімұға мен дәрігер Бағдат Сейітханұлы. Келесі видеоларды көріскенше сау болыңыз.